Саламатсыздар ма? Екінші біздің интервьюіміз. Гүлден Тілектен қызына рахмет. Біз екінші интервьюға келісті. Ол бізде тоқ ішектің ісігіне байланысты болады. Тоқ ішектің ісігі туралы бізге негізі тоқ ішектің мына жерге сурет астына сурет қоямын. Яғни тоқ ішек қай жерде орналасқан деген сияқты, ол да үлкен актуальный проблемалардың бірі. Нешінші орында сол примерно Қазақстан бойынша немесе статистикасы жалпы қандай? Тоқ ішектің қатерлі ісігі елімізде және бүкіл әлемде ол өте жиі кездесетін қатерлі ісіктердің бір түрі. Ол үшінші орында, үшінші, төртінші орындарда тұрады. Бірінші өкпе ісігі болатын болса, сүт безі ісігі, асқазан рагы, содан кейін уже тоқ ішектің рагы өте жиі кездеседі. Мысалы, жылына 1 миллион адам болатын болса, соның ішінде осы әлем бойынша мысалы 7 миллиард адамның ішінде 1 миллион адамда жылына анықталып жатыр. Себебі ол тоқ ішекті зерттеу қиын, көзге көрінбейтін сыртқы орган емес. Сондықтан тем более тоқ ішектің бөлімдері көп. Оны зерттеу бізге қиын. Мысалы, колоноскопияны 2-ның бірі жасай алмайды, өте болючий процедура, ал оны басқаша біз көре алмаймыз. Дайындығы бар. Ол туралы айтамыз, но ол қиын процедура, ауырсынуы бар. Сондықтан оны көбінесе уақыт өткеннен кейін анықтап жатамыз. Статистика бойынша әлі ақсап тұр. Түсінікті, рахмет. Енді екінші біздің сұрағымыз қандай қауіп факторлары бар осы ісік түрінің қауіп факторларын айтып кетсеңіз? Созылмалы ішектің аурулары болады. Солардың ішінде көбінесе болезнь Крона деген ауру бар, және неак деп жатамыз, язвенный колит бар. Осы аурулар тұқым қуалаушылық болуы мүмкін, және полиптер. Көбінесе тоқ ішекте полиптер өте көп кездеседі. Кейде полипоз деп айтады. Олар жаңағы бірнешеу болады, көп болады. Олардың мысалы біреу болмаса біреуі уақыттың өтуімен егер алып тастамайтын болса, олар доброкачественный күйден қатерсіз түрден қатерлі күйге ауысып кетеді. Сондықтан тоқ ішектің осындай аурулары уже адам жылына бір рет тексеріліп, қауіп-қатер факторларына шығады. Сонда осы даже болезнь Крона, болезнь Крона, язвенный колит, ол енді менің ауруларым ғой, менің профилімдегі аурулар. Яғни язвенный колит, болезнь Крона клиникасы, оны қалай подозрение жасаймыз, ол көбінесе диарея болады, іш өтеді, немесе запор болады, запормен іш өту араласады, немесе көбінесе адамдарды іш өту мазалайды. Іш өткенде қалда қанның бөлімдері болады, және слиз шырыштар болады. Сол кезде егер сіздерде осындай симптомдар болса, дереу гастроэнтерологқа барасыздар. Колоноскопия өтеді, тағы басқа қосымша СРВ, К-программа, фекальный кальпротектин, общий анализ крови, соның бәрін тапсырып, одан кейін жаңағы колоноскопия берсе, содан кейін тұжырым жасайды. Егер сол жаңағы ауруға болса, ол уже сізге қанша жылына 1 миллион адам әлем бойынша, Қазақстан бойынша емес, әлем бойынша. Бірақ оның өзі үлкен көрсеткіш. Яғни все равно колоноскопияны жылына 1 рет жүргізіп отыру керек сондай науқастарға. Ал жаңағы тағы бір жағдай, полипоз дедіңіз ғой. Полипоз болатын болса, ол кезде дереу оны алып тастап тастайды. Жақсы. Енді осы симптомдардың, яғни қатерлі осы тоқ ішектің қатерлі ісігінің алғашқы симптомдары қандай болады? Қай кезде болезнь Кронамен мен айттым, язвенный колитте, ал басқа мысалы осы қатерлі ісіктер туындауы мүмкін деген сияқты қандай симптомдар кезде біз қай жаққа бару керекпіз, науқасқа қай жаққа бару керек, және онколог қашан бару керек? Алғашқы симптомдарын тоже біз барлық рак ауруларының алғашқы симптомдарын мынау рак екен деп айта алмаймыз. Себебі олар жаңағыдай
жерде мысалы профильный аурулармен басталады да, одан әрі қарай дамып ракқа алып келеді. Сондықтан егер сізде іш ету болатын болса, егер іш ету диарея тоқтамайтын болатын болса, оның инфекциялық па әлде жаңағы басқа оны ара жігін анықтап білу керек, дәрігерге бару керек. Ауырсыну симптомдары болатын болса, ложный позыв деп айтамыз. Егер тамақ ішумен сыртқа мысалы шығару екі түрлі жаңағы бір-біріне сәйкес келмейтін болса, температура, қан болатын болса, нәжіспен қан аралас болса, немесе өте запор болатын болса, мысалы бір аптадан артық шықпайтын болса, значит оны ішектерді тексеру керек. Ол жерде адам тамақ ішкеннен кейін ол міндетті түрде сыртқа шығып отыру керек. Анемия болатын болса, себебі ол жерде қан кетулер болады, ал оны мысалы анемияның бізге как анемия симптомы ретінде көрінеді, ал іштен қан кетіп жатқанын біз білмейміз. Егер нәжістің түсі қара болатын болса, ол өзі біздің тоқішектің жоғарғы жақтарында қан кету болып жатыр деген сөз. Немесе қан аралас ашық қандылар болатын болса, онда тоқішектің төменгі жағында тігішекте қандай да бір проблема болады деген сөз. Осындай арықтау мүмкін, өте аз уақыттың ішінде көп салмақ тастау болуы мүмкін. Егер осындай симптомдар болатын болса, бірден өзіңіздің участковый дәрігер. Қазір барлығы через ВОП дәрігер деп айтамыз, сол арқылы өтеді. Ол сіздің симптомдарыңызға байланысты ФГДС, қажет болса колоноскопия деп жатамыз. Колоноскопия бұл ФГДС сияқты, бірақ тікішектен аппаратпен кіріп, трубка тәрізді аппаратпен кіріп, алдында видеосы болады, тікішекті толық қарап шығады. Бұл ауырсынулы процедура барлық жерде жасалмайды. Мысалы аудандарда аппараттар жоқ, ал қаланың көп үлкен поликлиникаларының бәрінде бар. Мысалы бізде ФГДС, ФКС бәрі жасалады. Оны наркозбен жасауға болады. Наркозбен ол поликлиникада емес, тек қана больницаларда ғана жасалады, стационарда. Себебі ол жерде анестезиолог қажет болады бізге. Егер бір нәрсе болып қалған жағдайда алғашқы көмек көрсетілу керек. Сонымен қатар рентген жүргізуге болады. Ана тоқішектің рентгенін жасауға болады. Оны басқа да қан анализдері, нәжістің анализдерін қажеті бойынша ВОП дәрігері береді. Егер ол жерде пределах норма немесе жеңіл ауырғандар болатын болса, оны ВОП дәрігер терапевттің өзі емдейді. Ал егер мысалы қандай да бір күдік туатын болса, онкологияға немесе гастроэнтерологиялық белгілерін анықтайтын болса, онда қажеті бойынша ВОП дәрігеріңіз сіздердің гастроэнтерологқа барыңыз деп айтады. Егер гастроэнтерологта өзінің несі болатын болса, мысалы болезнь кронаған анықтаса, ол өзі өз уақытында емделсе, ары қарай одан рактан қорқудың қажеті жоқ. Уақытында жылына бір рет өтіп қарап тұрасыз. Ал егер де ол мысалы күдік болатын болса, онкологиялық ауруға, ондай кезде міндетті түрде онкологқа жіберіледі. Қазір барлық райондарда, қалаларда онколог дәрігерлері поликлиникада бар. Енді зерттеу әдістерін біз бастадық, колоноскопия дедік, рентген дедік. Енді тағы қандай әдістер бар, немесе осы ғана жеткілікті ма? Колоноскопия, рентген жеткілікті. Егер колоноскопия жасаған кезде, мысалы полиптер болатын болса, бірден алып тастайды, немесе биопсия жасалады. Егер доброкачественный, яғни қатерсіз екендігіне толық көз жетсе, бірден удалить етуге болады, алуға болады. Негізінде қандай да бір ісік, күйін көретін болса, бірінші биопсия жасау керек. Содан кейін егер биопсияда қатерлі, қатерсіз екені анықталады, содан кейін барып операция жасалады. Қатерсіз болса, сол жерде моментально алып тастауға болады, қатерлі болатын болса, ол уже қанды, басқа да анализдерді қарап, оны уже онкология айналысады емдейді. Енді скрининг методтер, яғни колоноскопия, оны түсіндік, ол да скрининг методтеріне жатады, яғни оны біріншілікті анықтау, ол белгілі бір жас нелер бар ма, неше жастан бастап біз колоноскопияны мысалы сау адамға өту керек, бірінші скрининг. Сосын тағы мен естігенім, поликлиникада да скрининг методтері бар, соны айтып жүрсеңіз. Поликлиникада жалпы 50 жастан бастап елімізде барлық жерде тегін әйелдер мен ер адамдарға бірдей 50 жастан бастап кал на скрытый, оған сіз тек қана кал тапсырасыз, свежий кал 3 сағаттан аспау керек, лабораторияға тапсырасыз. Ол бізге сыртқы көзбен көрінбейтін
ішінде қалдың құрамында қанды анықтайды. Егер бар болса, сізді міндетті түрде колоноскопияға жібереді. Ал егер ол таза болатын болса, оны жылына бір рет әрі қарай тапсыртып тұрады. Бұрын колоноскопияға тоже скрининг болды, бірақ ол ауырсыну процедурасы өте қиын өту, үлкен дайындық қажет және үлкен финансы. Сондықтан ол қазіргі таңда кімге қажет, соны іріктеп қана жасалады. Егер колоноскопия положительный деп келетін болса, сізді дәрігеріңіз міндетті түрде колоноскопияға әрі қарай жібереді, әрі қарай тексереді. Ол неден болып жатыр, себебін анықтау керек. Кез келген аурудың себебін анықтаған кезде ғана ем дұрыс жүреді. Тағы бір айтатын жайт, бізде тоқшек ұзын ғой, енді картинкада көріп тұрғандай биопсияны бір жерден емес, желательно әр участоктан алған абзал. Иә? Егер подозрение болатын болса, барлық бөліктерінен алып керек. Жақсы. Рахмет. Енді осылай бір теориялар естіген. Антиоксиданттар, яғни бізде айшотта көбінесе алады, БАДы ретінде антиоксиданттар сатып алады да, оны ешқандай контрольсіз бет алды көп уақыт ішеді, ішкеннен кейін рактың туындауына алып келеді деген тұжырым естігенмін, теория. Ол қаншалықты рас па екен, әлде ол миф па? Жалпы қазіргі заман дамыған заман деп айтып жатамыз. Сондықтан БАДы өте, компаниялар өте көп, олардың бәрінде қарқынды жұмыс жасайды. Ол жерде арнайы дәрігерлер, арнайы мамандар отырмайды. Кез келген адам ол компанияда ақша табу үшін жаңағы кез келген дәріні сатады. Және ол дәрі сізге ешқандай гарантия бермейді. БАДы бүкіл 99 ауруға ем деп сыртына жазып қояды, бірақ сіздің қай жеріңіз ауырса да ол дәріне ем болады. Ол психосоматика бойынша как будто ол адамның сол жері именно ауырмаған сияқты сезім пайда болады. Оған менің жеке көзқарасым, мен қарсымын. Оны егер дәрігерлер онымен жұмыс жасайтын болса, нақты ол дәлелденген болса, мысалы 10 мың, 100 мың адамдарға эксперимент жасалып, егер ол дұрыс дәлелденсе, содан кейін барып ішу керек. Ал когда БАДы, оны ешкім зерттеген жоқ, басқа жасаған жоқ, бірақ мынау табиғи, мынандай деп ол ақша табудың жолы ғана. Оны бесконтрольно ішкен кезде әртүрлі ауруға алып келуі мүмкін. Соның ішінде рак ауруы, тоқ ішектің, асқазан ішек жолдарының рак ауруларына алып келуі мүмкін. Бірақ оны біз әркім организмі индивидуальны. Одан біз дәлел тапқан жоқпыз. Ешқандай ғалымдар дәлел тапқан жоқ. Негізі БАДымен қатты, орысша айтқанда увлекация дейді ғой. Онымен қатты увлекация етудің қажеті жоқ. Сізге дәрігер нені береді, нені емдеу керек, протокол бойынша дәлелденген, оригинал дәріленген емдесеңіз, ол ауруға ем болады. Ал егер профилактикалық мақсатта тағы да витаминдердің неше түрін, оны артық, оның нақты әсерін білмей көп іше беру, наоборот, сіздің өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Көбінесе кері әсер, қауіп төнсе, егер шынымен де осындай контрольсіз ішу немесе БАДы көпшілік адамның жаман халге ұшырауы көп жерлерде афишировать етпейді. Бірақ ол жоқ емес, ол бар, просто ондай нәрселерді алып тастайды. Өйткені жеке маркетингті қолдағаннан кейін көбінесе ондай нәрсені афишировать етпейді. Сондықтан өз денсаулығына жүргізуден қаным айтқандай, немқұрайлы қарамай, под контролем, жаңағы дұрыс дозасын асырмай дұрыстап ішкен абзал. Енді емі қандай болады? Емі, егер онкология анықталған жағдайда, оны толықтай тексеріледі, гистология жасалады, ИГХ, яғни оның қандай иммунологиясы қандай екендігі анықталады, соған байланысты хирургиялық ем, содан кейін химиотерапия жасауға болады және сәулелі ма? Және де сәулелі еммен емдеуге болады. Ол енді әр науқасты индивидуально жүргізіледі. Себебі рактың түрлері өте көп. Бізге аты бір үлкен бір ат болғанымен оның жаңағы түрлері
дәрежелері әртүрлі болады. Қазіргі таңда кез келген ракты емдеуге болады, бірақ ол үшін тек қана дәрігерлер жауапты емес, әр адам өзіне жауапты деп ойлаймын. Оны үлкен сатыға дейін, жоғары сатыларға дейін апармай уақытылы қаралатын болса, ондай кезде емдеу дәрігер үшін де, пациент үшін де өте жеңіл. Жақсы. Рахмет. Бүгін ханым бізге осы уақыт бөліп, интервью бергеніңізге рахмет. Еңбегіңіз жана берсін, табысты болыңыз, бар болыңыз, бай болыңыз, бізге келіп тұрыңыз. Тағы да осы описанияға мен Гүлден ханымның инстаграм парақшасын және де ютуб каналына сілтемесін қоямын. Бізге лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.